Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын котлета жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен бізге пияз, қызыл бұрыш, жасыл бұрыш, чеснок және де құйрық май қажет. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп майда бөліктерге туралу қажет. Және де бауыр, фарш, барлығын жақсылап араластырамыз. Яғни фарш пен бауырды екеуін қосамыз. Оның үстіне майдалап туралған құйрық майын қосамыз. Оның үстіне пиязымызды қосамыз. Одан кейін қызыл бұрыш, жасыл бұрыш, чеснок. Енді оның үстіне 1 чай қасық қара бұрыш, 1 чай қасық паприка және де дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді осының үстіне 1 пиала сүт қосамыз. Қолымызбен біркелкі етіп жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне 1 жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне ұн қосамыз. Ұнның бәрін бірден қоса салмаймыз. Аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Енді котлеталарды қуырамыз. Сковородканың үстіне пергамент қағазын төсейміз. Осылай төсесеңіздер, яғни май күймейді. Қызғаннан кейін оның үстіне қасықтың көмегімен котлеталарымызды қойып шығамыз. Қасықтың көмегімен формасын келтіреміз. Екі бетін айналдыра пісіріп шығамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей екі бетін айналдыра қызартып қуырып шығамыз. Қуыратын кезде 1 қасықты аламыз. Қасықтың көмегімен үстінен басып формасын келтіреміз. Екі бетін қызартып қуырып шығамыз. Міне біздің котлеталарымыз дайын болды. Осы рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.